Сәлем барлықтарыңызға. Өте дәмді және де тойымды салаттардың бірі баялыдан рулеттер дайындаймыз. Бізге керегі баялы, яғни баклажан, қызанақ, ұн, салат жапырақтары, және де сарымсақ, жұмыртқа, майонез және де нанның ұнтағы, яғни панировочный сухарики. Ең алдымен баялыны ұзынан кесіп аламыз. Қатты қалың емес және де қатты жұқа болмауы керек. Видеода көрсетілгенде кесіп шығамыз. Мінеки барлығын осылай алдын ала турап дайындап қойдым. Ешқандай тұзды суға салып алудың да қажеті жоқ. Енді біз қуыруға дайындаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға, шұңғылдау ыдысымызға 2 жұмыртқамыз салып аламыз. Дәміне қарай кішкене ғана тұз қоссаңыздар да болады. Тұзды көп қосудың қажеті жоқ, шамал ғана тұз қоссаңыздар жеткілікті. Одан соң біздің баялымызды ең алдымен ұнға малып аламыз. Одан соң жұмыртқамызға батырып аламыз. Одан кейін барып нанның ұнтағына, кептірілген нанның ұнтағына, яғни панировочный сухарикиге осылай малып алып, алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Ендігі кезекте табамызға майымызды құйып, майымыз міндетті түрде қызған уақытта қуырасыздар. 2 беті, яғни 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Асты барынша қатты отта қуырғандарыңыз жақсы, сол кезде майды өзіне сіңіріп алмайды. Қуырып болғаннан соң міндетті түрде қағаз салфетканың үстіне қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай қуырып аламыз. Ендігі кезекте ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін майдалып ұсақталған сарымсаққа майонезімізді қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Енді қуырылған баклажандарымызға ортасына жағып шығамыз алдымен. Одан соң біздің помидорымызды, яғни қызанағымызды саламыз. Қызанақтарды осылай ұзыннан турағандарыңыз жақсы. Одан соң салат жапырақтарын саламыз. Салат жапырақтары біздің баклажанымыздың 2 жағында шығып тұруы керек. Сол кезде дастархандарыңызға әдемі көрік береді. Осылай барлығын алдын ала дайындап орап шығамыз. Мінеки достар, біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепті кездескенше астарыңыз дәмді болсын.